Құрметті жүргізушілер, оның ішінде таксист жүргізушілер, сіздерге қатысты қазіргі таңда 463 баптың бірінші тармағымен әкімшілік хаттама толтырып жатыр жол патрульдік полиция қызметкерлері. Таксист жұмысын атқарасыздар, қасыңызда жолаушыңыз болады, телефон держателіңіз автокөлікте тұрады, Яндекс картаңыз қосулы болады, полиция қызметкерлері сіздің қасыңызға келеді, яғни сіз таксист жүргізуші екеніңізді көреді, сізді тоқтатады. Сіздерге айтады, жол патрульдік полиция қызметкері құжаттарыңыз деп айтады. Сіз айтасыз, не үшін тыныш па деп айтасыз. Сіздерге айтады, таксист па деп сізге сұрақ қояды бірінші. Өткен видео жетоны бәрі түсіп тұрады. Сіз ойыңызда ешнәрсе жоқ. Мен таксистпін деп айтасыз. Ипіңіз бар ма дейді. Сіздерге қатысты бағанағы жеке куәліктеріңізді алады, планшетке жазады. Егер ипіңіз болған жағдайда жұмыс орны деген жерде ипіңіз шығады. Егер ипіңіз болмаса жұмыссыз деп шығады. Сіздерге ары қарай қатысты 463 баптың бірінші тармағымен әкімшілік хаттама толтырады, яғни сотқа жібереді. Сот сіздерге 15 МРП, яғни 15 айлық есептік көрсеткіш штраф салады. Егер заңды таксовать етем, жұмысым осы тек такси жүргізушімін десеңіз, ИП-ға тіркеліп алыңыздар. Егер жоқ, жұмыстан тыс, жұмыс атқарамын, бала шағаны асырау мақсатында деген ойда болсаңыз, бағана күнделікті 1-2 сағат, 3-4 сағат таксовать етсеңіз, ол кезде Яндекс картаңыз қосқан кезде телефондарыңызды терезеден төменірек қойсаңыз болады. Ары қарай өз жұмыстарыңызды істеп жүре бересіздер. Осы видеоны таксист жүргізушілеріне жіберсеңіздер болады. Өз міндеттеріңізді біліп жүріңіздер. Мен заңгер юрист Ғабит Ергешбайұлы.